Қайырлы күн. Бүгін сәрсенбінің сәтінде жобасы қадірлі қонағымыз Бұқар-Жырау ауданы мәдениет үйінің директоры Қазбек мырза. Қазбек мырза, сұхбатымызға келіскеніңізге алдымен сізге алғыс айтамын. Қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Армысың, қалым ардақты ерім, салтымен қазағымның сәлем бердім. Ұлтым басқа болса да жүрегім бір, қазақ менің бауырлас шешентегім. Талашық Қазбек халқым атым менің, қазақ тілі менің де ана тілім. Жан ұямды сөйлейді осы тілден алды мен өнер білім. 34 жыл егеменді елімізге, бақ құсы ұя салсын әр бірегі. Ауданым Бұқар-Жырау Ботақара, жолдайды ыстық сәлем бәріңізге. Бәрекелді. Мен Үміткер ауылы, бұрынғы Бабай ауылы совхозда туып өскем. Сол жақта ең бірінші алғашқы қадам басып, бірінші сыныпқа сол ауылда бардым. Содан кейін бір немен біз көшіп кеткенбіз. Мына жерде Ақбел деген ауылы, бұрынғы Пушкин ауылы. Сол жаққа көштік. Біраздан кейін, 1-2 жылдан кейін мына село Ботақара, сол жаққа көшіп кеткенбіз. Сондықтан сол жерде Ботақара ауылында мектеп бітіріп, жаңа Бөкетов атындағы университетке оқуға түсіп, жоғарғы білім алып, қазіргі таңда осында Бұқар-Жырау аудандық мәдениет үйінің директоры болып қызмет атқарып жүрмін. Жалпы бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Үйге барып, демалыс күндері болады ғой, сол демалыс күндерін ауылға барам. Өз жалпы аудан орталығында тұрам, бірақ демалыс күндерін үйлеріне барам. Мамам бар, өкінішке орай әкем жоқ, қарындасым бар, бауырым бар. Сондықтан бірге отырып, мен негізі тамақ жасауға жақсы көрем. Нан илеп, бауырсақ пісіріп, ет пісіріп. Сондықтан демалысқа келген кезде менің мамам демалады. Сондықтан жақсы болды, Қазбек үйге келді. Бүгін ерекше тамақ болады дегендей. Тамақ деп қалдыңыз ғой сіз. Жан жақты екенсіз. Біздің сүйікті ұлттық тағамдарымыз бар, білесіз, қазақтың. Қандай сүйікті тағамыңыз сіздің? Ол жежік галныш деп аталады. Ол неге десеңіз, бірақ қазақтың ұлттық тамағы, біздің ұлттық тамағы ол бірдей, бірақ та қазақша бешбармақ болатын болса, ол дөңгелек деп жаямыз ғой. Біздікі кішкентай ғана, ол да тестадан жасалынады, ұннан жасалынады. Бірақ ол бірақ та мына жақта да ұн, мына жақта да ұн, үстінен ет саламыз. Сондықтан екеуміз туысымыз, бауырымыз сондай бір не жатады, жаңағы ұлттық тағамдар. Бір-біріне ұқсайды мысалы. Сондықтан сол енді бос уақытта жазға келетін болсақ, жазда мен огород жақсы көрем. Бақшада. Сонда жүрем, ол менің кішкене жұмыстан демалам, ми демалам дегендей. Сонда сол жақсы көрем. Мал жақсы көрем. Енді ауыл өскеннен кейін, малды менің мамам сондай, өзі қазір 70-ке келді, өзі әлі күнге дейін сиыр сауады, сондай мен айналысам. Бірақ та мен ең бірінші мамандығым деп айтуға болмайды, бірақ та мектеп бітіргеннен кейін, міне Ақбел деген ауылы, сол жерде мен сауыншы, 5,5 жыл мен сауыншы болып істегем. Содан баста жұмыс жолым осы Ақбел ауылынан бастады. Одан кейін наубайханашы болдым. Содан кейін мына бізде бұрын осы мәдениетте директор болып жүргенде бір марқұм Раушан Әлібекова деген қыз әйел болды. Бұл кісі өкінішке орай қазір бізбен жоқ. Сондықтан мен көп уақыт болды. Біз жаңағы Әлібекова, Раушан Әлібекова екеуі бірге жұмыс істегенбіз. Бұл кісі мені көпке үйретті, қалай жұмыс істеу керек, не істеу керек. Маған постоянно айтып жүрген. Ең бірінші мен Тәттімбетке түстім ғой. Сосын Тәттімбеттен кейін сосын Әлібекова марқұм маған айтатын: Қазбек, мен бір күні пенсияға кетем, сен жоғарғы оқуға түс, жоғарғы білімді алып ал, осы ғимаратта сен директор болып қаласың. Сондықтан мен жаңағы оқуға түсіп, осы қызметте кіріп, әлі міне 28 жыл болды. Енді Алла бұйырса осы орыннан зейнетке шығатын шығармын. Бұйырсын. Бұйырсын. Айтар. Сол. Зейнетін көріңіз. Қазақтың ұлы жазушыларынан кімді сүйіп оқисыз? Өзіңізге ерекше әсер еткен шығарма бар ма?
Мен Мұқағали Мақатаевты өте жақсы көремін. Оның жазбалары, жантақпақтары, өлеңдерін бәрін оқимын. Осы айтатын болсам, міне тағы да Қостанайда республикалық шара өтті. Сондықтан мен бір сондай өлеңмен шыққам сахна төріне. Отан деген оқып берсем болады ғой. Болады, әрине. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем, менің қасиетті әнін сүйем, менің құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған, жаным менің кеудемді жарып шықта, бозторғай болуын шырылдаған. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүйгенінде күйік екен, отан сүймеуінде күйік екен. Осы Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Тамаша. Осы өлеңмен барып жүрген. Каргуге оқуға түстім дедіңіз, Бөкетов атындағы университетке. Қай мамандық бойынша оқыдыңыз? Мәдениет тынығы жұмысы. 4 жыл оқыдыңыз. Бірден келдіңіз ба осы ауданға? 4 жыл оқыдым. Міне қазір уже 28 жыл осы салада жұмыс істеймін. Келесі жыл 3 наурыз айында уже 28 жыл болды. Өзі трудовой книжкада өзі бір запись қана, енді әлі күнге дейін осындай жұмыс атқарып жүрдім. Енді жалпы өзім әншімін. Дәстүрлі әншісіз ба? Дәстүрлі әншіміз. Мен репертуарымда қазақша әндері бар, эстрадалық, орысша әндері бар, халық әндері бар. Содан жаңағы 2016 жылға мен Қарағанды облысы атынан, Қазақстан атынан алтын гүнеш деген халықаралық байқау болды Түркия елінде. Сол жерге барып, өзіміз отан атынан, сол жерге барып, бір апта бойы сайыс өткен. Содан кейін жалпы отанымызға туымды биікке көтеріп, бас жүлде алып келген. Тамаша, құтты болсын. Жалпы сіз халықаралық деңгейде шығып отырсыз ғой, иә? Одан басқа да қандай жетістігіңіз бар? 28 жылдың ішінде енді басында Қостанайда, Көкшетауда сайыстар өткен, бірақ ол біздің республикалық. Сол жерде ең үлкен бірне шара өткен, бір сайыс өткен, қазақшаңыз қалай. Сонда мен республика бойынша мен тағы да әйтегеде бас жүлде алып келген. Тамаша, құтты болсын. Халықаралық деңгейде шыққан жүлдеңіз жаңағы бір жүлдеңіз бар, және республиканың ішінде алған бірнеше жүлделеріңіз бар. Бірнеше жүлде бар, республика айта берсек көп, өте көп, жетістіктерім өте көп. Соны мәдениет саласының үздігі Төлбелгісімен марапатталған. Жетістіктер жетеді, айта берсек кешке дейін уақытта жетпейді. Тамаша, ал жалпы енді өз қол астыңыздағы қызметкерлеріңізге біздің мемлекеттік тілді дамытуға қандай үлес қосып жатыр? Бізде мысалы ауданда жыл сайын біз аудандық сайыс өткіземіз. Тілге байланысты бізде қаншама аудан бойынша 39 мәдениет үйлерінің клубтары бар. Оның ішінде 400-дей адам жұмыс істейді. Соны мен басшылықта беріп отырмын. Жыл сайын біз қазақша білу үшін, сөйлеу үшін біз жыл сайын сайыс өткіземіз. Арнайы мәдениет қызметкерлерінің ортасында. Қызметкерлердің арасында. Оны жақында ғана диктант жаздық, эссен жазғанбыз, бірақ оның бәрі қазақша болады. Мысалы бізде әдістеме бөлмесі бар. Сондықтан менің талабым орысша емес, қазақша. Бүкіл құжаттары, жоспарлары бәрі қазақшаны қабылдаймыз. Сондықтан неге десеңіз, ол мысалы әр ауылда клубтың меңгерушілері тек қазақтар ғана емес қой. Өзде орыстар бар, украиндар бар, әр ұлт жұмыс істейді. Бірақ та олар бәрі қазақша білу үшін, сөйлеу үшін тек қана осындай біз сайыстар өткіземіз, жаңа диктант жазғызамыз, эссен жазғызамыз. Құжатты бәрін қазақ тілінде талап етесіз. Құжаттары әрине ол екі тілде қабылданады, бірақ та үлкен мән біз қазақша береміз. Қазақшаға мән бересіздер.
Тамаша. Жалпы қажыр қайратыңызды не шыңдайды сізді? Мен мысалы мына сахна төрінде 28 жыл болды ғой, сахна шыққалы. Сондықтан міне әр концерт сайын қаншама атақты әншілер шақырамыз, мысалы біз келеді, жан жағынан әншілер, бишілер келеді. Бірақ та ең жасырасын мақтаған емес, жасыратын жоқ. Мен өз сахнаға шыққаннан кейін бүкіл менің халқым деп айтуға болады. Міне ауданымыздың, облысымыздың қайда барса да мен бүкіл жер таниды ғой. Сондықтан мына жалпы айтатын болсам, міне бізде ауданда әр шара өткеннен кейін сондай бір шапалағымен жаңағы халық мені іздеп, сондай бір жылы сөзінде айтып, жаңағы батасын беріп, сондықтан мен мысалы халық үшін, мына өзіміздің Бұқар жырау ел үшін, жер үшін қызмет еткім келеді. Сол сізді шабыттандырады. Шабыттандырады мен, сол халық, маған рух беретін халық, маған рух беретін жаңағы қазіргі уақытта неше түрлі не болады ғой, әндер современный, бірақ та саны бар, сапасы жоқ, мысалы. Міне халық әндер, халық оны өмірден алған әндер ғой. Сондықтан соны бәрі жүректен өткізіп, миынан шығып, және халыққа жеткізу. Халыққа жеткізесің ғой, сондықтан халық мені қалай қабылдайды, міне көрермен залда, соны маған шабытын береді. Халықтың ыстық ықыласы сізге шабыт береді. Тамаша, сіздің өнеріңіз өрге жүзе берсін. Бізге алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамын, алғыс айтамын. Қазір уақытша заманда сіздің алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге рахмет айтамын, алғыс айтамын. Еңбегіңіз жана берсін, халықтың жаңа ықыласына шабыт аламын дедіңіз ғой, шабытыңыз шыңдала берсін. Өйткені қазір міне сыртта да мазалап тұр қаншама адамдар, сондықтан сіздің алтын уақытыңызды алмайын. Осы сұхбатымызға риза болайын. Құрметті көрермен, сәрсенбінің сәтінде жобасы осымен аяқталды. Қазақ тілінде біздің осындай ағаларымыз үлкен ықыластарымен шабыттандырып жүре берсін.